Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен сатылымға шығаратын айсти сусын дайындайтын боламыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге 6 литр суымызды газға қойып қайнатып аламыз. Суымыз қайнайым дегенше осындай бөліктерге апельсиндерімізді бөліп аламыз және лимонымызды да барлығын турап алатын боламыз. Бұл рецептке мен алма қолдандым. Алма салмасаңыздар да өз еркілеріңіз, бірақ алма салсаңыздар өте дәмді, ерекше дәм береді. Барлығын турап алатын боламыз. Одан кейін бізге жалбыз қажет болады. Жалбызды да осылайша турап алып, болмаса бүтіндей салсаңыздар болады. Каркаде шайы қажет болады. Жаңа қайнап тұрған суымыздың үстіне каркадемізді салып, бір қайнатып алып, үстіне құмшекерімізді салып, құмшекер ерігеннен кейін жаңағы каркадені сүзіп алатын боламыз. Каркадені қайтадан 3 литрлік сусын дайындауға қолдануға болады. Жаңағы барлық дайындалған қоспамызды суымыздың үстіне салып, бір бүлк қайнағаннан кейін 2-3 минуттай қайнатып, отымызды өшіріп, толықтай суығанша күтетін боламыз. Толықтай суығаннан кейін барлығын сүзіп аламыз. Сүзіп аламызда өзіміздің қалаған ыдыстарымызға құйып алатын боламыз. Бұл сатылымға шығатын ерекше дәмді айсти сусыны. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.